Асқар Көмекбаев деген жігітті ортаға шақырайын. Парадист. Рахмет. Ассалаумағалейкум ағай. Той құтты болсын. Маған айтты, Алматыда шапалақ барғанда люстра қозғалады дейді, бірақ қарап тұр қозғалмай тұр ғой. Шапалақ барғанда люстра қозғалады дейді. Енді рахмет. Мен осы тойға Маңғыстаудың жігітімін. Осы Маңғыстаудан Алматыға қалай келдім, немен келдім, кім шақырды, соның бәрін айтайын. Осы өздеріңіз білесіз, Макс деген бауырларыңыз бар, біріңіздің ініңіз, біріңіздің балаңыз. Сол жігіт маған хабарласып, мен қарындасымды ұзатып жатырмын, сен тойға кел деді. Мен айттым, Макс, мен барам, бірақ самолетке билет алып бер дедім. Өйткені Маңғыстау мен Алматының арасы алыс қой. Сосын айтты, Асқар, сен жас емессің, неге пойызбен келмейсің деді. Сосын жақсы деді. Енді мен қазір ЖД вокзалдағы диспетчердің пойыздың бәрін дауысын саламын. Сіздерге ұнаса, точно ұқсаса, шапалақ ұрыңыздар. Егер салған дауыстарым ұқсамаса, ұрмай қойыңыздаршы. Келістік па? Олай болса, шапалақ қатты ұрыңыздаршы, мен бастаймын. Рахмет. ЖД вокзалға бардым, 14 вагоннан билет алдым, 10 минуттан кейін пойыз келейін деп жатыр деп, диспетчер былай деп хабарлады. Құрметті жолаушылар, Алматы Маңғышлақ пойызы бірінші жолға келіп, тоқтайды, сақ болыңыздар. Сосын алыстан бір пойыз келе жатыр да, Алматы Маңғышлақ пойызы. Құрметті жолаушылар, Алматы Маңғышлақ пойызы бірінші жолға келіп тоқтады. Бардым да купенің ішіне кіріп қалсам, бір шал отыр екен. Ассалаумағалейкум дегенше болған жоқ, шай алып келші деді. Барып шай әкелдім, постельді төсеп бердім, жүгін жоғары қойып тастадым. Екі ортада диспетчер хабарлап, пойызды жүргізіп жіберді. Құрметті жолаушылар, Алматы Маңғышлақ пойызы бірінші жолдан жүріп кетеді, сақ болыңыздар. Пойыз жүріп келе жатыр. Есігін аштым да, ішіне кірдім. Есігін жауып тастадым. Әжетхананың ішіндегі дауыс бүйтіп шықты да. Әжетханадан шығып бара жатыр, унитаз түбінде педальді бастым. Әжетханадан шығып кеттім да, шалдың астына барып тамақ жедім, бірақ ресторанға барып тамақ ішейінші дедім. Дұрыс тамақ жей алмадым қасында. Сосын екі вагонның арасынан өтіп кеттім тамбурдан. Тамбурдан өткен кезде дауыс бүйтіп шығады екен. Мынау не деген шапалақ деп сигнал береді. Жаңағыдай тұра берсеңіз, тура осылай. Жақсы екен осылай. Енді тамбурдан өткен ұнатпаған сияқты тағы өтейін бе? Негізі өт десеңіздер, той біткенше өтіп жүре беремін. Бірақ енді барып ресторанға барып отырдым да, тамақ жеп болдым, сосын пойыз тоқтап тұр. Сосын сұрадым проводниктен, не үшін тоқтап тұр деді. Встречный пойыз келе жатыр деді. Отырдық, бір кезде встречный пойыз өтіп кетті. Келе жатыр. Алса кетіп бара жатыр. Сосын ұйықтадым, орныма бар. Маңғыстаудан Алматыға 3 күн жүреді пойыз. Бірінші күн өтті. Екінші күн ояндым, әйбеткі 11-де. Сосын пойыздан қарасам, терезенің Қызылорда деген жазуды көрдім. Пойыз Қызылордаға кіріп келе жатыр. Құрметті жолаушылар, Алматы Маңғышлақ пойызы Қызылорда қаласына келіп тоқтады, тұру уақытысы 20 минут. Пойыз жабық тұрады да, сыртта сатушылар жүреді. Есік жабық тұрған кезде сыртта адамдардың дауыстары былай естіледі. Салқын минералды қуырған котлет, манты, шашлык, сигарет, газет, журнал аламыз, күріш аламыз, қауын, котлет, манты, стук. Проводнист ашпады. Салқын минералды қуырған
Қызылорда әдемі құстар ұшып келе жатыр ана жақтан. Ойладыңдар ма құстар неғып ұшып жүр бұлар, неғып қонбайды десем, Қызылордада тал жоқ екен. Ана мына жерде Кришан төбесінде көгершін отыр. Настроение жоқ. Деді да ұшып кетті. Сообщение келіп отыр. Телефон көтерсем Макс екен. Асқар, той ертең білесің ғой. Тезірек кел, бірінші вокзалдан келесің бе, екінші вокзалдан ба дейді. Мен айттым, Максмен Қызылордада қалып қойдым десем, ол жақтан не істеп жүрсің дейді. Жол жабылып жатыр екен десем айтады, Макс айтты, күте тұршы деді. Қазір мен бауырларыма хабарласайын деп. Мен өнер адамы ғой, қаншама жұлдыздармен связі бар. Айтты, Асқар келе берсін. Сен қарындасың ұзатылу тойында ол болу керек Асқар. Оған вертолет жіберейік дейді. Алматыға вертолетпен ұшып келдім, Макс вертолет жіберді. Қазақ көремін деп қосақ қойдым. Сыртқа шығып үйде отыр. Bir кезде сырттан ауладым да, иттің дауысы шығып жатыр да. Былай шығып жатыр да. Вертолет келе жатыр да, иттер улап жатыр да. Есікті ашып шыққан кезде ана иттер абалап кетті. Вертолет ұшып келе жатыр алыстан. Вертолет келіп қонды. Сосын айтып, летчикке айтып, ертең ұшайық, түнде қайтеміз, күндіз ұшамыз деп. Сосын ат қорада ат бар екен. Ат жетектеп, үйдің иесі келе жатыр, атқа мінгізейін деп. Ат еріп келе жатыр. Атқа мініп алды. Қолда қамшы бар. Артта ит еріп келе жатыр. Опа, каннамстар. Атпен серуендеп болып, атты қораға қамап тастадым. Ұйықтадық түнімен. Таңда жолға шықтық. Вертолет ұшып, Алматыға, Алтынордаға келіп қонып жатыр. Секіріп түсіп қалды, парашютсыз. Көшеде Алматыда милициялар толып жүр көшеде. Трассаға шыққанда такси ұстайды. Таксилер тоқтамайды, өтіп жатыр біріне соң. Өзі бір машина айналып жүр. Машинаға мініп алдым, айттым, аға, супермаркет бар, су алайыншы деді. Су алдым, кассаға барып, касса аппаратының астына қойдым. Кассир апа өткізіп жатыр да затты. Суымды алып таксиге отырып. Қатты деп келе жатқанбыз, көшеде май қызметкерлері көрді да, бізді артымыздан май қызметкері фуда. Осы екі жасты құттықтауға Астана қаласынан Қазақстан Республикасының президенті елбасымыз келді. Тілегін айтып берейін. Қошемет соқып қойсаңыздар. Құрметті отандастар, құрметті алматылық ағайындар, бүгін міне осындай ресторанда керемет ұзатылу той болып жатыр. Тойларыңыз құтты болсын ағайын. Солай емес пе?
Қадірлі ағайындар, бүгін міне үйленіп жатқан екі жасқа осы жерде отырған қонақтар сыйлық беріп жатыр, подарка беріп жатыр. Ал енді олай болатын болса, мен өзім арнайы өз атымнан Астана қаласынан екі комнаталы үй берейін деп отырмын. Және де осы жерде Макс деген жігіттер. Қайда өзі? Ортаға келсін қасыма. Макс, қайдасың? Қалай жағдай? Уағалейкум ассалам. Қалай екен елбасың болды саған? Жылы екен. Жылы, қанша жыл болды? Мынау енді үйленіп жатқан екі жасқа Астана қаласынан үй беріп жатыр. Ал енді өзіңе Қазақстанның қай жерінен үй берейін? Құланнан. Құланда не істейсің, ата жылан бар десең. Олай болса, өзіміз Алматының керемет жерлері бар ғой. Ұзынағаштан берейін деп отырмын. Ұзынағаштан екі этажды коттедж, кілті қалтамда, өзің сау боларсың. Мынау енді ағайындар, мен өзім әзірге жоқпын. Өздеріңіз білетін, өздеріңізге танымал Аңғарспортияның директоры Нұржан Төрендеев қазіргі тілмен айтқанда Тука есім жігіт келіп отыр. Керемет әзілін, керемет әнін айтып берсін. Қарсы алыңыздар ағайындар. Десеген. Не ғой? Ей, чәндер мыналарды кім туып отыр? Туа бер, қазақ, туа бер. Енді, ау, жылап отыр, папаң қайда? Ау, енді амандасайын сіздермен. Ау, той туралы айтып берейін ба? Не ғой? Той жақсы ғой? Той жақсы ғой? Той болса жақсы ғой, болмаса еш жақсы ғой? Соға мен жетпеймін ба? Бір түр сақпай дегенде. Амандастайын, ассалаумағалейкум әлемет. Той құтты болсын, шапалақтарыңыз қайда чәне? Деп қойайық та. Қадірлі ағайындар, жастар бақытты болсын. Әрқайсының үйлеріңізде осындай той болсын. Енді біздер актер саласында жүргеннен кейін әзілдейміз ғой. Мен бір сіздерге әзіл айтып берейін. Мынау баяғыда Алдар Көсеннің иті қайтыс болған ғой. Ауылда 3 бай тұрады екен. Сол айтады дейді, осы Алдар Көсе бізді мазақ қылғанда жақсы ғой. Бар бізді итіне көңіл айтайық деп үшеуі барыпты. Барып айтады дейді, Алдеке, итіңіз қайтыс болыпты. Жатқан жер жайлы болсын, топырағы торқа болсын деп үшеуі күледі дейді, қарқ-қарқ деп. Сөйтсе Алдекең бәйбішесіне қарап тұр. Бәйбіше, дастархан жай, Ақтөстің достары келді ғой дейді. Ақтөс байғұс өлер кезде үшеуді іздеп болады ғой дейді. Бір жігіт бір данышпаннан сұрапты. Осы мен үйімге келген қыздарға қарауға бола ма десе болады деген ғой. Ал жігіт пен қыз сүйісіп тұрса оған қарауға бола ма десе болады депті. Ал енді бұл өмірде не нәрсеге қарауға болмайды десе, ана кісі бетеп сваркаға қарауға болмайды деген ғой. Көзің ауырады деген ғой. Баяғыда 90 жастағы інісі мен 96 ағасы таң намазын оқып болып әңгімелесіп отқан ғой. Олар адаммен әңгімелеседі ғой. 90-дағы інісі айтады дейді, түсімде қайсым күткен атамды көрдім. Менің қолым былғап, шақырды депті. Оны естіп тұрған 96 ағасы айтады дейді, келесіде ондай түс көрсең мен көрмедім дейсің. Мен туралы вообще айтпады деген. Ал рахмет ағайын, әзілдеп жатырмыз ғой. Әзіл болмаса шапалақ ұрыңыздар. Ал енді баршаңыз білесіздер ғой, баяғыда Алдар Аспан ашыларқанда мен өзім бір қалқамай деген әнім хит болған. Сіздерге хит болмаса мен үшін хит қой. Мен сонда живой дауысты айтып берейін, мақұл ба? Сіздер шапалақ ұрыңыздар. Арасында билеп қойсын. Маэстро деп қойып шошып кетпеңіздер. Арасында билеп бит болсын. Чайға тығып жас болып жүргенде қалған. Жанымның сұлубай сұлубай қалқан. Бастағандай қайтадан жартықша қалған. Шапалағың қайда, және
жанымның сұлуай қалғанмай өмір деген айғай жанымның сұлуай қалқан ей жандарым рахмет. Еліміз аман, бейбітшілік заман болсын, бала шаға көп болсын, ел көп болсын. Алдарыңызда ән салып жатқан Саптыбек көп болсын деп қуып кетсең. Рахмет ағай. Мен ойлаймын да, егер осы ұзатылуға Қайрат Нұртас келсе, ол не деп тілек айтқан болар еді деймін да. Енді ол жігіт енді сөйлегенде біраз қиналып сөйлейді ғой. Бүйтіп тілек айтқан болар еді деп ойлаймын да. Ассалаумағалейкум өнерсүйер қауым. Махаббаттың ойындайтын жастар қайдасыздар, дауыстарыңыз естілмейді. Ал енді ағайындар, той құтты болсын. Той болса хабарласыңыздар. Алматыданың ғой. Рахмет ағай. Тойдан тойға жете беріңіздер, әрқайсының еліңізде осындай той болсын. Маған шапалақ соққан ағайындар күн ертең айтып кетсін. Рахмет.